Қытайлар жемқорларды атады дейді. Әлихан, осы мына қазақ тілді желіде ойбай Қытайдың заңы керемет деп өткенде тағы бір өзі Қытайда туып өскен бір зиялы сымақ біреу жазыпты, Қытайдың заңын әкелу керек Қазақстанға, Қазақстанда жаңа жемқорды ату керек деп. Мен осы сөзді айтқан, мейлі Қытайдан келген қазақ болсын, мейлі Қазақстанның қазағы болсын, мен бір нәрсені айтамын: ақымақ болмаңдаршы. Қытайда мен сияқты білетін біреуің жоқ. Қытайда мен сияқты білетін біреуің жоқ. Қытайды өртеп, күлін 1000 жыл сақтап қойса, мен күліне қарап, мына арамза Қытайдың сүйегінің гүлі деп мен күліне қарап айтып берем. 1000 жыл жердің астында шіріп кеткен Қытайдың сүйегін алып келсең, мен айтып берем, танып берем кім деп. Қытайдың заңы керемет, Қытайда жемқорларды атады, Қазақстанға Қытайдың заңын әкелу керек дегеннің бәрі оттаған сөз ол. Қытайда кім айтады жемқорларды атады деп? Қытайда саяси қарсыласын атады. Ши Цзиньпиннің түрмеге тыққан 100 000 жемқор коммунист, оның бәрі жемқор болғандығы үшін түрмеге тығылған жоқ, атылған жоқ. Оның бәрі Ши Цзиньпиннің саяси сахнада өзіне қарсыластарды, басқаларды, алдыңғы Қытай компартиясының жетекшісі Джан Зиминнің, тіпті оның алдындағы Дэн Шаопиннің, одан кейінгі Джан Зимин, одан кейін Ху Жинтаудың жеттірген, солар өсірген, солар байтқан бай магнаттарды, солар өсірген генералдарды түрмеге тықты. Ол Ши Цзиньпиннің әділдігінен немесе Қытай компартиясының әділдігінен сондай болып отырған жоқ. Тарихтан бері Қытайдың патшалары алдыңғы патша кезінде байыған, алдыңғы патшаның қандай да бір қолайына жағып көтерілген магнаттарды Қытайлар тарихтан бері басын шауып келеді. Қытай деген бұл әбден феодализмнің батпағына батқан, кландық, тектік, таптық, рулық, жершілдіктің ауруының рагымен ауырған, ем қонбайтын, шығыстық, феодалдық, азиялық құрған қауым. Ол да әділ, ойбай, Қытайдың заңы әділ, Қытайда жемқорларды атады деген адамның бар ғой, басын шағып миын итке беру керек. Осындай сөзді айтқан адамның бар ғой, тура басын шағып миын итке беріп тастау керек. Қытайдың заңы әділ, ойбай, Қытайдың заңы оттаған сөз. Мен сияқты біле ме Қытайды? Бір қазақ біле ме мен сияқты Қытайды? Қытайдың арғы бергі 5000 жылдық тарихын жатқа айтып берем мен. Бүкіл Қытайдың болмысын, арамзалығын, айналасын қалай жаулағандығын, қалай өз ішінде қырқысатынын, қалай Қытай емес халықтарды жаулап ең соңында Қытай қылып жібергендігін жатқа айтып берем мен. Сондықтан мен Қағбаның қара тасын осы күнге дейін барып құшақтайтын орайым болмады. Бірақ анау Күлтегін бабамның, Тоньоқоқ бабамның қара тасын құшақтап бір түн жылап жаттым. Ана Моңғолияның астанасы Улан Батырдың қасындағы Қарақұрымға барып, Күлтегін ескерткішін, Білге Қаған ескерткішін құшақтап бір түн жылап жаттым. Неге ол ескерткіште жазды? Тауғаштың залымдығын жазды. Қытайдан төнетін қауіпті жазды. Тауғаш деп, нақ Қытайда Тауғаш дейді. Осы Тауғаштар біздің ата жолымыз екендігін жазып кетті. Енді қазір ойбай, Қытайдың заңы әділ, Қазақстанға Қытайдың заңын әкелейік дейді. Жетіскен екенсің Қазақстанға Қытайдың заңын әкелсең. Осының артында тіпті Қытай тұр. Қытайды үгіттеп, Қытай әділ, Қытай келсе жақсылық орнайды, Қытай келсе жемқорды атады. Қытай келсе Бейнемұрат Тоқаев, Назарбаев заманын аяқтап, содан кейін жаңағы жақсылыққа жетсесіңдер дейтін Қытайдың үгіт насихаты жүр бұның ар жағында. Отырайық онда бір Қытайшылды президент қылып онда.